Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры әр уақытта тоңазытқышта дайын тұратын етті бәліштің рецептісімен бөліскім келеді. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Бұл қамырдың рецептісін мен каналымда сіздерге көрсеткен болатынмын. Рецептісін сол жерден алсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын достар. Қармайымызды саламыз. Етімізді саламыз. Осылай фарштардың арасын ашамыз. Су құйып, осылай бұқтырып аламыз. Етті сәл пісіріп алған дұрыс. Енді картоптармен жуаларды турап аламыз. Біздің үйде картоп қосқанды жақсы көреді, бәлішке, етті бәлішке. Сіздер қоспай-ақ тек еттің өзінен пісірсеңіздер де болады. Жуамызды тураймыз. Жуаны жарты дөңгелек қылып бетіп туруға болады. Бірақ та біздің үйде балдар пияз салғандықтан ұнатпайтындықтан мен кішкентай көбек қылып турап саламын. Бізде балалар жуа жемейді. Тураймын. Картоғын саламыз. Картоғын салып, араластырып, бетін жабамыз. Қазір қайнағаннан кейін картоп пішкенше, азыр жұмсағанша бұқтырып аламыз. Пісіп қалған сияқты картопы. Қазір көрейін. Картопымыз пісіп қалған екен. Мінекей мынандай болып. Картоп пісіп қалыпты. Енді мен қоршымды салам. Тұз салам. Тұзын енді қалауынша қарайсыздар өздеріңіздің. Көп саласыздар ма, аз саласыздар ма, тұзын қарайсыздар. Чеснок саламыз. Асын сөндіріп тастаймыз, айтпақшы. Гасымыздың асын сөндіреміз. Чеснок салам. Екі-үш тал чеснок салдым. Және жуаны саламын. Жуаны пісіріп керек емес. Қазір өзі пеште суы шығып піседі өзі. Жақсылап тұрып араластырып аламын. Піскен ет болғандықтан бұның дәмін қарап көруге болады. Тұзын бұрышы қалай татымын. Дәмі қандай екен. Дәмі керемет екен. Бұрышы тұзы бәрі үйлесіп тұр екен. Енді осы салмамызды суытып алайық. Сосын нанымызға кірісеміз. Апамның рецептісі бойынша жасалған қамыр менің каналымда бар. Сіздер каналдан таба аласыздар. Бұл пиццада жасауға болады бұл қамырдан. Нан да пісіруге болады, бауырсақ та пісіруге болады. Өте универсалды қамыр. Яғни сіздерге бұдан жаңа пирогты қалай жасауға болатынын көрсетейін деп отырмын осы жолы. Ал енді пирог жасауға кірісемін. Қамырымызды аздап ұн себелеп жайып аламыз. Жаңағы протеиніміздің мөлшеріне қараймыз.
Бұл енді күнделікте дайындалып жүргендіктен көп жаңағыдай сақтап та керек емес. Жаңағыдай осындай заңды қатып қалған заңдылықтары жоқ. Бұл қамырдың бір ерекшелігі жаңағыдай илеп қойып, керек уақытта түрлі нәрселер пісіре беруге болады. Наннан жасалатын тағамдарды. Бауырсақты ашытуға болады, пісіруге болады бұлдан. Жабысқақтау, кішкене тесісі, кішкене ұнға былғап аламыз. Енді осыны противенімізге көшіреміз. Шұқалап жайып алдық. Осылай табамызға көшіреміз. Осылай жан-жағын көтеріп аламыз. Нанның. Енді үстін жабатын қамырын дайындаймын. Немесе өздеріңіз қамыр илеп салсаңыздар болады. Сүт суын, майын құйып, кәдімгі қамыр илеп салсаңыздар да болады. Дрожжыны салып. Артық жерлерімізді кесіп салам. Ұнамаған жерлерді болса. Иленген қамырымнан саламын, бетін жабамын. Жайлап алды. Қамырдың жан-жағын осылай бекітеміз. Біздің үйде әрқашан қамыр дайын тұрады. Кез келген уақытта жаңағы біз көрсеткен рецепті бойынша дайындап қойып жасай берсеңіздер болады. Біздер әрқашан сөйтіп дайындап қояды апам. Кез келген уақытта жаңағы қамырды аламыз да, жаңағы рецепті бойынша. Сол бойынша жаңағы нанды да пісіреміз, пиццаны да,
бауырсақты да сол рецепті бойынша пісіреміз мысалы. Болашақта көрсетермін ол рецепттерді. Үстіп жақсылап жауып аламыз. Болған жоқ па? Болды. Енді ортасын мынандай немен кесіп шығам. Ауасын. Жұмыртқаның сарысын жағып шығам. Бір жұмыртқаны жағамыз үстіне. Бетіне күнжіт дәндерін сеуіп шығам. Ортасына мынандай жай ғана пышақпен тесіп жіберем. Пары шығу үшін. 10-15 минутқа қазір көтеруге қойып алам. Бірінші аламын. Бұл бәлішті жалпы дрожжды қамырды негізі қызбаған пешке салған дұрыс. Сол кезде ол жақсы көтеріліп піседі. Арада 10 минут уақыт өтті. Нанымыз мынандай болып көтерілді. Енді 180 градус пешімізге қоямын. 180 градус пешке қызбаған пешке қоямыз. Міндетті түрде пешімізді қосамыз. 45 минутқа қоям пешке. Сіздер өзіңіздердің пештеріңізді білетін боларсыздар. Сол пештеріңізге байланысты қарайсыздар қанша минутқа қоятындарыңызды. Менікі 45 минут. Уақыты болды. Қазір пештен аламын. Şimdi sirkimizi yuvalım. Pişirip aldık setkiyi. Şimdi суытуға koyalım. Енді pirogumuzды sizlerге kesip көрсетейін. Әлі соғып келмей жатыр. Ыстық. Мінекей. Мынандай болып пісті. Жеп көрсетейін, дәмін көріп жібейін өзім. Қазір сендерге салып берейін.